Екі ярусты тортты жинау технологиясы обтяжка крем-чиз на масле. Ең бірінші біз екі ярусты тортты үлкен қалың подложкада жасаймыз, және әдемі болу үшін мен осындай өте қалың астына пенопласт біріктірдім. Яғни біз пенопластты осылай двухсторонний скотчтың көмегімен бір-біріне бекітіп аламыз. Содан кейін атласная лентамен айналасын жабыстырып шығамыз. Барлығын өте аккуратно әдемілеп жасағандарыңыз дұрыс. Двухсторонний скотчтың көмегімен жан-жағының барлығына атласный лентаны жабыстырып, әдемі подложка жасаймыз қолдан. Бұндай подложка транспортировка кезінде өте маңызды, себебі подложкасы жұқа торттар тез қисаяды, тез құлайды және де жарылып трескаться ететін болады. Сол себептен міндетті түрде мынандай болмаса да 3 сантиметрлік, мынау 3 сантиметрлік және 5 сантиметрлік осындай нелер болады. Ал егер тіптен болмаса, қалыңдығы 1 сантиметр, 1,5 сантиметрлік подложкаларды пайдаланғандарыңыз дұрыс болады. Себебі үлкен торт қаншалықты үлкен болса, соншалықты оның астындағы основасы қатты бекітілген болуы қажет. Және де бізде 3 килограммдық торт болғаннан кейін мен ортасына центральный осьті бекіткен жоқпын мына подложкаға. Ал негізінде үлкен ярусты, көп ярусты торттар жасайтын кезде міндетті түрде осы подложканың ортасын тесіп, үлкен қалың ағаштан жасалған центральный осьті осы подложкаға бекітіп қойғандарыңыз дұрыс. Яғни қазір тортты жасау барысында ол жайында айтылатын болады. Жалпы сіздер білу керек информация, осындай қалың подложкада торт безопасно тұрады. Именно транспортировка кезінде торт машинаның ішінде ары-бері қозғалысқа ұшырайды. Сол себептен тортты транспортировка жасау, двухъярусный тортты транспортировка жасау күн ыстық кезде особенно қолайсыз. Сол себептен міндетті түрде осы дүниелердің барлығын ескеріңіздер. Тортты жасап қойып 12 сағатқа холодильникте сақтаңыздар. Содан кейін ғана сыртына обтяжка жасап, и то крем-чиз на масле ғана болады күн салқында. Ал күн жылы кезінде шоколадный ганашпен қаптағандарыңыз дұрыс болады. Біз сіздерге берген рецепт бойынша жасасаңыздар, өте тамаша шоколадный ганаш шығады. Ал енді крем-чиз на масле жасайтын болсақ, біз маймен сахарный пудраны жақсылап, аппақ болып ағарғанша араластырамыз. Үлкен скоростьта араластыруға болады. Және де іртік-іртік болмай, барлығы біркелкі, бір-біріне араласқан және бір текстуралы болуы қажет. Мінекей біздің креміміз жасалынып жатыр. Ендігі кезекте творожный сыр қосамыз. Барлығы осылай жақсы араласуы керек міндетті түрде. Астындағы қалмау керек ештеңке. Енді ары қарай творожный сырымызды қосамыз. Сіздерге рецепт беріледі, сол бойынша массасын солай аласыздар. Мінекей творожный сырымыз тоже холодильникте 12 сағат, минимум 4 сағат, 6 сағат магазиннен, любой базардан, любой жерден холодильниктен келсе де, сіздің үйіңізге келіп, холодильник после перевозки холодильникте 4-5 сағат тұрғаны дұрыс. Себебі крем-чиз холодильникте тұрса кішкене қатады, ал сәл жылы ортаға шықса ол ериді. Сол себептен міндетті түрде крем-чиз де холодильникте болғаны дұрыс. Мінекей енді біздің астыңғы коржымыз вупи-пай. 2 килограммдық рецептпен сіздермен бірге жасаған, және сол вупи-пайды біз астыңғы корж етіп аламыз. Және міне біздің пока креміміз дайын болам дегенше тортымызды шығарып, подложкаға қойып, теңдей ортасына қоямыз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Енді біз вупи-пайдың үстіне осындай ағаш шпажкаларды саламыз. Не себепті? Себебі бұл торт үстіңгі ярусты көтеріп тұруы қажет. Сол себептен торттың өзіне салмақ түспес үшін осындай ағаш шпажкаларды саламыз, және ортасына сушидың қалыңдау шпажкасын салатын боламыз, яғни палочканы саламыз. Егер сіздің тортыңыз 3 килограммнан ауыр болған жағдайда, сіз міндетті түрде мына сушидың несінің орнына сәл қалыңдау устойчивый
Кондитерлік магазиндерден двухъярусный торт, трехъярусный, ярусный торттарға арналған центральная ось деп сұрасаңыздар, міндетті түрде сіздерге береді. Біздің тортымыз қатты ауыр емес, бірақ жасалу принципі тура осылай. Және де егер сіздің тортыңыз 3 ярусты, 4 ярусты, немесе 2 ярусты бірақтан үлкен торт болатын болса, міндетті түрде центральный осьті мынау астындағы ең қалың подложкаға бекіту керек. Оны сол подложканы пышақпен не болмаса дрельмен тестіру арқылы алдын ала дайындап аласыздар. Сонда сіздің торт ешқандай машинада қимыл қозғалысқа ұшырамайтын болады. Себебі асты ортасынан бекітілген болғандықтан бұл торттың транспортировкасы үшін міндетті түрде қажетті дүние. Егер сіз бұндай тортпен алысқа жолға шығатын болсаңыз, немесе қаланың сыртына, Алматы қаласының сыртына шығатын болсаңыз, онда сіз астыңғы ярусты бөлек, үстіңгі ярусты бөлек және сіз кремдеріңізді бөлек алып кеткеніңіз дұрыс болады. Себебі үлкен торттар транспортировкаға ұзақ жолға шыдамайды. Мінекей осындай лайфхактармен сіздермен бөліскім келіп тұр, және біз мінекей торттың астына подложканы қойдық, мына кіші ярустың астына подложка қойдық, себебі астында тұрған шпажкаларымыз сол подложкаға бекініп көтеріп тұру үшін. Ал егер ол бисквитке бекінетін болса, бисквитке запросто кіріп кетеді. Сол себептен астына көрінбейтін қылып кішірек размерда подложка, картон қоюларыңыз қажет. Енді міне біз ары қарай кәдімгі принцип бойынша жасаймыз. Егер үстіңгі торттың қалай қойылғанына мән бермей сөз тыңдап кеткен болсаңыз, онда артқа видеоны айналдырып қайта көріп алсаңыз болады. Видеода барлығы түгелімен көрсетілген. То есть подложка кіші болып, соны ағаш шпажкалардың үстінде тұратын, және сол ары қарай ағаш шпажкалар тесто екі коржды бір-біріне батырып жібермейтіндей қызмет атқарады. Ары қарай біз енді тортымызды черновая обтяжкадан кейін сыртынан чистовая обтяжка жүргіздік. Яғни кремді молынан жағып шықтық. Енді бұны біз спатуланың көмегімен ақырындап қана кремді барлық корждың бетіне тегіс етіп жағып шығамыз. Мінекей көріп отқандарыңыздай астыңғы ярус уже тегістелді, үстіңгі ярусты осылай барлығын бір-біріне байланыстырып кремді біркелкі етіп жағатындай болып шығуы қажет. Мінекей көріп отқандарыңыздай артық қалған кремді үстіңгі қабатына жағамыз. Барлығын осы реттілікпен асықпай жақсылап жасап аламыз, және де сіздер мән беріп қарап отырыңыздар. Кремнің жағылу технологиясын міндетті түрде астында бізде поворотный столик болғаны дұрыс, және оның качественный болуы біздің негізгі осы спатуламен, шпательмен жұмыс істеген кезде тегіс алып жүруіне де әсер етеді. Сол себептен міндетті түрде осылай айналдыра отырып артық кремдерді алып және тегістеуге мүмкіндік береді. Көріп отырғандарыңыздай тортымыздың беті бір шама тегістелді, және осы сәттен бастап біз уже үлкен шпательге көшетін боламыз. Үлкен шпатель бізге көбінесе бірден үлкен аймақты алғандықтан ол торттың крем жетпей қалған жерлерін бірден көрсетеді. Арасында крем жетпеген жерлерді қайта жаға отырып, сіз кремді толығымен әдемі идеальный выравниванияға дейін жеткізесіз. Кремнің үстіңгі бетін кіші спатуланың көмегімен аламыз. Астыңғы бөлігіндегі артық кремдерді біз алмай тұрмыз, себебі біздің стиліміз, қазіргі жасайтын двухъярусныйдың стилі өзі сондай болғандықтан. Мінекей біз тағы да крем жақтық, себебі біздің тортымыздың үстіңгі бөлігі ровно болған жоқ, поверхность. Енді сол ровность жасау үшін біз қайта крем жағып шықтық. Жалпы двухъярусный тортты жасаған кезде сіздер егер ганашпен жасасаңыздар, бұлай емес, ал отдельно жеке-жеке бірінші ярусты теп-тегіс етіп қаптап аласыздар. Содан кейін соның үстіне екінші ярусты теп-тегіс етіп қаптап, және арасындағы шелді, яғни бірінші ярус пен екінші ярус, ол сіздер не істеріңізде болса, ол ганаш бізде қатты болып шоколад болғаннан кейін қатып қалатын, холодильникке салғасын. Сол себептен міндетті түрде ганаштан кішкене алып, бөлме температурасы
температурасында сақтап, сол бірінші ярус пен екінші ярустың арасындағы шелді жабуға көмектеседі. Енді біз уже, в принципе, бірсыпыра біздің тортымыз тегістелгеннен кейін уже оформленияға көшіп жатырмыз. Біз жасап жатқан обтяжкамыздан қалған кремді серый цветке боядық, серый мен розовый цветте болады, және овально осылай бүкіл поверхностьтің бізге қажетті жерлеріне кремді жаға отырып, осылай біз серый түстегі ободок жасаймыз. Бұл серый ободокты біз жақсылап тегістеуіміз қажет. Торттың барлық жағына, асты жағынан тегіс болып тұру қажет. Енді ары қарай біз розовый крем жасаймыз. Топ декордың розовый красителін алып, жай ғана аз ғана біз ақ креміміздің ішіне қосып араластырамыз. Өте нежный цвет шығуы қажет. Мінекей біздің нежный цветіміз шықты, және оны кондитерский мешокқа салып, екінші слой ободок жасауға кірісеміз. Мінекей басын жай ғана кішкентай ғана кесеміз кондитерский мешоктың, и ары қарай вот тортқа енді полоскамен ең бірінші соңғы крайын жасап аламыз. Содан кейін уже ары қарай төменге қарай жібереміз. Мінекей біздің соңғы крайымыз осы жерден аяқталған жағдайда қалған төменгі жақтарының барлығына осы розовый кремді жеткізіп жағып жібереміз. Бізде креміміз сәл аздау болып қалды, сол себепті осындай арасында қисайған жерлер болады. Оны біз спатуланың көмегімен тегістеуге кішкене тегістеп талпынып жатырмыз. Енді мінекей осылай тортты сіздерде крем сәл көбірек болса, мына слой сәл қалыңдау болса әдемірек болады. Сол жерді де ескергендеріңіз дұрыс. Енді в принципе осымен біздің тортымыздың оформлениясы және де сыртындағы обтяжкасы аяқталды. Міндетті түрде біз подложкамыздың шетін барлығын сүртіп и дальше оформленияға көшеміз. Мына жерде серый цвет кішкене сәл биігірек болғанда еще әдемірек болушы еді. Мінекей біздің жасаған двухъярусный тортымыздың оформлениясы. Мына жердегі әрбір детальдің рецептісі бар. Келесі видеоларда қарасаңыз, жеке-жеке түсірілген рецепттер бойынша сіздер дәл осындай оформленияны қайталай аласыздар. Ал қыздар, сәттілік!